Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып ана тілі пәні 84-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер тақырыбы. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Әбілхан Қастеев. Әбілхан бала жасынан сурет салуға құмар болды. Табиғат көріністері оған қатты әсер ететін. Көргендерін әр нәрсеге ұқсататын. Бала қой бағып жүріп қарап отырмады. Тас қашап түрлі мүсіндер жасады. Біреу қойға, біреу жылқыға ұқсайды. Қолы епті екен. Жасаған бұйымдары жұрттың көзін қызықтырады. Түймебайысты баланың шеберлігін таныды. Зенен түбінде бірдеңе шығады деп арқасынан қақты. Бала бұған қатты қуанды. Мәтіннің авторы Ахат Жақсыбаев. Мүсін дегеніміз балалар тастан, ағаштан ойып жасалған бейнені айтамыз. Ал енді балалар мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарға жауап берейік. Әбілхан Қастеев кім деп ойлайсың? Әбілхан Қастеев қазақ халқының әйгілі суретшісі. Ол жастайынан неге әуес болды? Ол жастайынан сурет салуға әуес болды. Қой бағып жүріп не істеді? Қой бағып жүріп қарап отырмады. Тас қашап түрлі мүсіндер жасады. Біреу қойға, біреу жылқыға ұқсайды. Әбілхан Қастеев 1904-1973 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Туып өскен жері Алматы облысына қарасты Жаркент төңірегі. Топырақ бұйырған жері Алматы қаласы. Қазақстанның халық суретшісі, Қазақстан суретшілер одағы басқармасының төрағасы болып қызмет атқарған. Мына жерде балалар көріп тұрғандарыңдай Әбілхан Қастеевтің бірнеше сурет туындылары бар. Екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Заттың сынын білдіретін сөзді тап. Әбілхан Қастеев танымал суретші. Алматыда Әбілхан Қастеев атында мұражай бар. Балалар сөйлемдерді қатесіз, көркем көшіріп жазамыз. Ал енді мұнда заттың сынын білдіретін сөз танымал. Қандай суретші? Танымал суретші. Яғни танымал сөзі қандай деген сұраққа жауап беріп, заттың сынын білдіріп тұр. Үшінші жаттығу Әлия мен Әділ сурет салды. Олар қандай тақырыпқа сурет салды деп ойлайсың? Балалар көріп тұрғандарыңдай Әлия мен Әділ 9 мамыр жеңіс күніне арналған сурет салды. Олар суреттерінде көк аспанды, бейбіт өмірді, жеңіс туын және гүл шоқтарын бейнеледі. Бұл суретпен олар соғыс ардагерлеріне алғыс білдіреді. Екеуі де бейбітшіліктің қадірін біліп, әрдайым ел амандығын тіледі деп балалар мәтін құрамызға да болады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.